С деңгейлі функция есебін менің оп-оңай методикаммен 1-ақ минутта оңай әдіспен түсініп ал. Не үшін бұл бізде күрделі? Синус және оның иксінде көрсеткіштік отыр. Тригонометрия мен көрсеткіштік араласып тұр. Сонда, мына жақта просто мынандай нәрсені білсең болды. Синус икстің жай ғана жаттап ал қазір осы видео арқылы. Синус икстің туындысы ол жай ғана бізде косинус иксқа тең. Енді осы жерде мына 2х-қа мән бермейміз, оны жай ғана просто икс деп ойлай бер. Сонда сразу туындала салайық. Жалғастырып кетейін. Синус 2х-тің туындысы жай ғана косинус жақшаның ішінде не тұрса да тура соны қайталап жазасың. 2-нің х дәрежесі болады. Енді бұл бізде күрделі функция деп айттым, 2-нің х дәрежесі ол бізде көрсеткіштік. Ал көрсеткіштіктің қараңдар, а-ның х дәрежесінің туындысы осы видео арқылы уже екі формула жаттап алдыңыз. ax-тің туындысы ax көбейтілген ln a болды. Осы арқылы енді ішіндегі 2-нің х-нан бөлек туындалам. Сонда 2-нің х-нің туындысы кім болады? Бөлек жазам. 2a дегеніміз 2-ге тең. X деген x болып тұр. Сонда 2-нің х-сы ln тура осы формуланы қайталаймын. A деген 2-ге тең. ln 2 болады. Болды. Сонда мынаны алдыға шығара салам. 2х ln 2, так мына жақта одан кейін косинус 2-нің х болады. Болды. Түріне қарасаң вроде қорқынышты, но формула жаттау арқылы өте оп-оңай шығаруға болады. Математика жалпы қиын емес. Математиканы тек қана түсінікті тілмен түсіндіретін бірінші мұғалім және дұрыс курс қана керек. Егер дұрыс курс болса, кез келген адам математиканы оп-оңай деңгейде үйрене алады. Егер сіз математиканы қиналып түсінбей жүрсеңіз және өзіңізге керекті, өзіңіздің жан дүниеңізді түсінетін ұстаз таба алмай жүрсеңіз, онда біздің курсқа қатысып көріңіз. Алға жазып толық ақпарат алсаңыздар, менеджер жауап береді.